қаласына келіп қондық. Мына жаңа аэропорт. Артында көріп тұрғандарыңыздай жаңа лираңызды, жергілікті ақшаға лираға аударып алсаңыз болады, теңгені қабылдамайды, біз доллар алып шыққан болатынбыз. Жаңадан ашылған аэропорт үлкен. Стамбулдағы аэропорттардың барлығы үлкен қазіргі таңда. Так, багаж бойынша бізде қызық жағдай болып тұр. Багажымыз келмей қалды, коляскамыз жоқ. Қазір соны сұрастыруға бара жатырмын. Так, коляска табылды. Бірақ оны әдеттегідей багаж берілетін жерден емес, оверсайз деген бөлімшеден, яғни өлшемдері әдеттегі багаждан өзгеше заттармен бірге бөлек жібереді екен. Бірақ жалпы багаж жоғалып жатқан заттар көп. Жаңа менің затымыз күтіп тұрған кезде де бір бала келіп, скатпен келдің бе, багажым жоқ деп келген болатын. Сол бірақ жақсы табылды әйтеуір. Енді кеттік ательеге. Араласпа мөлде, таңдарман бол түнде, мен сенімен бірге. Ой, дала шықпайсың әлі. Отельден шықтық. Таксим районының бірі. Қазір аялдамада тұрмыз. Ең үлкен жабық базарға, яғни Гранд базарға барамыз бұйырса. Артында көрсеңіздер, Стамбулдың көшелері. Қазір Түркияның ең үлкен жабық базары, яғни Гранд базарға кіріп келе жатырмыз. Төлеуге ыңғайсыз болып келе жатыр. Коляскамен келе жатырмыз. Мынау кіре берісті көрсем қазір. Ең үлкен базарға кіре беріс. Үлкен жүктерге өтуге болмайды. Гранд базарға кірдік. Бірінші қатары қазір тек қана алтын мен бижутерия аксессуарларға арналған болу керек. Мына жақтарды қарасам қазір екінші қатарларда кілемдер көрініп тұр. Көретін боламыз қазір бірінші қатардан ары қарай жайлап өте беріп. Негізі біз сауда жасауға келген жоқпыз. Өзімізді керек майда шүйде заттарымыз бар, соны алып қайтатын ойымыз бар. Гранд базар менің ойымша тек қана аты ғана болмаса, ондай киім-кешек алатын жер емес секілді. Себебі жарты сағаттай болды базарды аралап келгенімізге. Көзге көрінетін тек қана алтындар және сувенирлер болса керек, және майда шүйде осындай кепкен жемістер бар. Қайда келдің сен? Қайда келдің? Мороженое алуға. Қарашы, қазір мороженое іздейтін боламыз. Ай көркем, мороженое береді. Орталық алаң қазіргі таңда артында көріп тұрған, яғни
Sultan Ахмет мешіті. Жанында медресесі бар. Яғни туристер ағыны өте көп қазіргі кез, яғни маусым айының басынан бастап туристер ағыны өте көп келеді кезең. Мына жерге дейін метромен, жергілікті метромен жетіп алуға болады. Біз мына Гранд базардан шығып, жаяу 10-15 минут жүрген болатынбыз. Мінекей орталық алаңда туристер өте көп. Мына артымызда тұрған, яғни Айя София мешіті, яғни кезінде христиандардың шіркеуі болған, бірақ осыдан қателеспесем 2021 жылы толығымен мешіт деген атағы беріліп, яғни мешітке айналды толығымен. Мына жер кіретін жер ма деп келе жатсақ, шығатын жер екен. Қазір кіретін жердің очеретін көрсең, кезекті қараңыздар. Яғни мына жақтан мына жерге дейін адам деген. Жақсы ай көргем. Яғни кезекке тұрушылар өте көп. Қазір көреміз енді, болмаса Босфор жағалауына барып қайтатын ой бар. Gel ay көркем қолымнан ұстап апаны. Бүгін жұма намазы бар, және туристер ағыны бар. Соған байланысты адамдар өте көп. Так, қызықты жағдай қазір тағы да қуанғаннан соншалықты. Мана бір отырған жерімізде рюкзагымды алдырып кетіппін. Ішінде паспорттар бар, портмоне бар, ақшалармен. Енді орында тұр деп ойлаймын қазір. Анадан бері есімде коляскада тұр деп ойлағам. Қазір орында тұр деген енді үміттемін. Бірақ туристер өте көп болғаннан кейін Şükür rüzakta şişpey gerek endi. Rüzak өз орында. Жаңа рюкзагымды алған кезде түріктің бір жігіті полицияға қоңырау шалып жатыр. Яғни еш жоқ, бір қара сумка тұр деп. Мен келгеннен кейін тек алды деп. Болды алды деп. Маған байқап жүр деп қояды. Полицияға звондап жатыр ғой жаңа уже. Қазір көркем. Типа сумкасын ұмытып кетті емес, какой-то бір есі жоқ зат тұр деп ше. Не ғой? Терроризм не болуы мүмкін ғой? Соған байланысты. Так что рюкзак шешпейміз енді. Жылжып жатыр. Бөліп кіргізеді өз. Осыған үлгердік, үлгермесек келесіне кірейін деп тұрмыз. Anne! Абай болу керек. Яғни мешітке кіру ережесі қандай, яғни бұл жерде дәл сондай. Әйел адамдар міндетті түрде орамалмен болу керек. Ер адамдар шортимен кіруге болмайды. Яғни не болды? Яғни киімің әлдеқайда ашық болса, андай жамылатын. Яғни флешок сияқты беріледі екен. Жоқ, берілген сатып алатын сияқты. Сатып алады бәсе. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.
кәдімгі маршрут күйінде жүретін паромдар. Яғни туристік паромдарға қарағанда бағасы өте арзан. Және ешқандай айырмашылығы жоқ, бағасы арзан. Тек гид қана болмайды десеңіз. Бұл мына шетінен мына шетіне маршруттың бағасымен жүре бересіз, яғни 5 лира бойынша. Бұл қазір Қадыркөй деген ауданы. Яғни біраз адам қолданады, соның ішінде туристер де өте көп. Güneş demleri senin çayını yüreğimde öyle ben seni şu şarkına çomak sokarım, ben seni pencerene çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma. Islam süreyim mi? Бірінші қабаты, яғни ескі плацкарт пойыздардың какой-то бір оттенігін береді.